Кеш жарық қазақ елі, Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Таджикстан. Не айтады екен деп барлығыңыз қарап отырсыздар ма? Шулап атсыздар ғой. Жаңалық деп. Ол маған жаңалық емес. Мен білгем ол баратын. Не деймін мен? Қадамына гүл бітсін, көрсін. Енді өзгеріп кеттен көргендеріңізде. Қалай адам өзгеру деген екен. Бірақ сәт екен. Аман болсын, сау болсын, не болса да көреміз енді. Уақыт емші. А біз еңбек, бәрін жеңбек. Спорт дұрыс екен ғой, ең дұрыс. Қалайсыздар? Мен эфирден кейін сестрама барып, сестрамен сөйлесіп, үйдегілермен сөйлесіп, сөйтіп үйге кеп шаршап ұйықтап қалғам ғой. Даже макияжымды сүртпегем, только кірпіктерімді алып тастадым да. И және де қолдап жатқан жандарға, маған дайректте историяларына белгілеп салып жатқан жандарға көп рахмет. Барлықтарыңыздың историяларыңыз бірдей да, ата барлығын салып тастайтын. Сол барлығын көріп отырмын, барлықтарыңызға көп рахмет. Ағалейкум, қайырлы таң, қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы ұйықтадыңыздар ма? Түнде ұйықтағыларыңыз кеп, кіші дәретке тартып ұйқы бұзылып кетпеді ме әйтеуір? Аман болыңыздар, нағашылар, не болса да. Мен кеттім бүгін Кришаны жабудың бүгін, Құдай қаласа соңғы күні утка заказ беріп атқандар, тиктоктағы нағашылар. Нервін шетпеңіздер. Мен бүгін Құдай қаласа бітірем, мына жөтел әлі кетпетші. Бәле болшы, азанғыра қат жөтелдіріп отыр. Бүгін Кришаны бітіріп алам, Құдай қаласа. Соны ертеңнен бастап утка не тутка. Утка не тутка. Сіздерге естіп қачса, нема қаға келесіні. Сіздерге дайындап берем. Бүгін күндерге сәттілік. Аман болайық, бар болайық, қосылайық. Неге үлкен кісілер осылай деймін да? Түсінсем бұйырмадым. Жолыңыз болсын. Нені, бұнар ма? Жоқ, қарасай, мама да бар ғой, мәшіне бар. Мынау мәшіне, мамам мәшінесі, менде мәшіне жоқ. Бір да, ну ладно, қалада қазір қатты пробка, ладно. Такси бар ғой, Яндекс бар. Сол баратын жағына ар кетсе бір 700-800 теңге алар. Оған бар ғой, сушына кішіп қойып атыр ғой, былай қараған кезде ше. Мына күнде қазір бар ғой, ана автобусқа мініп, советский адамдар түсінбейсің, кетті ғой. Походу ұнайды, мысалы автобуста қараса, үлкен кісілермен, үлкен апал. Мен вообще түсінсем бұйырмасын. Я в шоке, братан. Кайф па. Ана күн мынандай ақ қойғам ғой. Бұл да бәледей қымбат тұрады екен ғой. Соны қазір көреміз. Сварка, шуруповерт, анау мынау қалай шыдайды. Кабилканы бастады, кабилка. Уже толып қалды, жарты болып қалды. Кейін бәрі шашып қалады. Жумадың, көрейік қанша жадым. Үй жақтағы көптеген магазиндер тексерем да. Бір затты алам да. Бір кезде бір баға айтады. Ертесіне барсаң, 100-200, ертесіне барсаң, басқа баға айтады ғой. Спускта тұрсам, заднығы қиын атын шығарыпты. Сөйтіп екінші күні басқа баға айтады ғой, көріңіз. 100 теңге ойнап тұрады да, всегда разница. Оны айтайын десең, жда сонда неге ұрыс, қатындасы ұрысқа онша құмар емеспін да. Ладно деймін да, бірақ неге өйтеді? Либо бағасын действительно ұмытып кетеді, либо скіштірияпты. Мына екеуін болса. Мына екеуін қараса, мына екі әлдір башын. Ана не отдала, падю? Черт! Барап қой.
Кушай. Бұларды жатып шер болып отыр ғой мынау. Охранять қылса, мынау да ат сияқты болып қалды ғой. Қарабұлаққа кетіп барадым. Мынаған не болып жатыр мына жақта ше? Мына жақта Чимкентте пробка жоқ дейсіздер. Беловодта пробка бар ғой, Қарабұлақта. Мана пробкаларны сән көргенсің. Мал базарға барып аралап қайтайын. Ішіп кетті ғой, көріп қайтайық. Қарапайым халық не істеп жатыр екен. Мал базарға барсаң, қарапайымдылықтың ортасына түсесің ғой. Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Гей ішіп қоймасын алдыңнан. О, нема қылыйсың сен, нема жүресің сен. Мұнан қарсам не қылың. Мұздай су ішкім ақ кеп тұр. Бірақ нельзя. Пока жылы ыстық ше берейін. Мұнандай шай ішіп отырмын. Мынау іш жүргізетін шай ғой. Горилланың көнесі. Іш жүргізетін шай ғой. Бір жүрсін әтәсін әт ішті көрейік қалай жүретін. И так жүрген іш. Разы мен жүрсін да. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Алматыда бүгін ауа райы керемет. Себеп мен бүгін бизнес аштым да қойсам ба. Именно бүгінгі күнге келіп тұр екен. Наурыздың дәл ортасына мерекелерге қарай жақын болып тұр екен. Парфумдарын алып алдым. Бұйырса сыйлық қылып өзімнің жан достарым бар, соларға берем, білесіздер. Сол айтайын дегенім, енді бизнес ашылды. Құдай қаласа бүгін официальный видеоларымды кешке қарай саламын. Сіздерден қолдау күтемін. Менің әйтеуір бір бастамамда мені қолдап, маған поддержка бересіздер деп ойлаймын. Сіздерге жақсы көремін. Сіздерге үлкен рахмет, то, что вы со мной, то, что вы меня любите.